Қайырлы күн қадірменді оқырман қауым. Білім алтын қазына атты танымдық сағатты ұсынамын. Адамзат баласының қол жеткізген ұлы игіліктерінің бірі білім қазынасы. Ал білім сипатты алуан түрлі. Ол ұрпақтан ұрпаққа ауызша, жазбаша түрде немесе көркем әдебиет арқылы да жеткен. Кітап адам баласының сан ғасырлық ақыл ойының жемісі, тарихы мен тағылымының алтын сандығы. Кітап дегеніміз алдыңғы ұрпақтың артқы ұрпаққа қалдырған рухани өсиеті. Кітап оқудан тыйылсақ, ойлаудан да тыйылар едік деген еді Ғабит Мүсірепов. Кітап таңдап талғап оқи білу, оны түсіну мен түйсіну, алған әсеріңді өмір қажетіне жарата білу әрбір адамның білігі мен білімін, пайымы мен парасатын айқындайтын алғы шарттардың бірі. Ақыл-ой тәрбиесі әр заманда жастарға білім берудің негізгі құралы болып келеді. Білім алуға және ғылымға ұмтылыс халық санасының тереңінен әрдайым орын алады. Тек ақылды адам ғана терең білімді меңгере алатынын түсінді. Білімнің мәнін ақылдан қымбат байлық жоқ. Ақылды сатып ала алмайсың. Ақыл тозбас киім, білім сарқылмас бұлақ деген халықтың даналық сөздерінен ақ байқауға болады. Тәуелсіздік алғалы бері жыл сайын жүргізіліп, білім жүйесіне енгізіліп отырған реформалар біздің болашағымызға салынып жатқан даңғыл жол деп айтуымызға болады. Себебі қай мемлекеттің болсын даму жолы, яғни экономикалық, әлеуметтік жағдайына тікелей апарар сол елдің білімінің дамуы болып табылады. Яғни болашақта бәсекеге қабілетті мемлекеттер қатарына ену міндеті, бәсекеге қабілетті жас маман мойнына жүктелетін абыройлы да жауапты міндет болып отыр. Бүгінгі жас ұрпақ ертеңгі мемлекет тұтқасын ұстаушы білікті маман, ел тағдырын шешуші азамат.